Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз жұқпалы ауруларға қарсы иммунитет және олардың түрлері. Жұқпалы аурулар жануар организмде патогенді микроорганизмдердің енуі, көбеюі және олардың уытты әсерінен пайда болатын аурудың түрлері. Бұлардың қоздырғыштары бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар және паразиттер болуы мүмкін. Жұқпалы аурулардың қоздырғыштары аэрогенді, яғни тыныс алу жолдары арқылы, алиментарлық, азық немесе су арқылы, трансмиссивті, яғни әртүрлі тасымалдаушы жәндіктер арқылы және де тікелей жанасу арқылы берілуі мүмкін. Жұқпалы аурулардың ерекшеліктері олардың өте тез таралуында, клиникалық белгілерінің күрделілігінде және шаруашылыққа келетін экономикалық зиянда. Бұл жерде негізгі инфекция көзі, ауру немесе сау тасымалдаушы жануарлар. Екінші берілу жолы қоздырғыштың организмге түсу механизмі және бұл ауруды иммунитетті төмен сезімтал жануарлардың қабылдап алуы. Қоздырғышы бойынша жұқпалы аурулар бірнеше топтарға жіктеледі. Бактериялық, яғни бактериялар арқылы жұғатын аурулар, вирустық, өте жедел түрде өтетін, жіті түрде өтетін, клиникалық белгілері айқын көрінетін аурулар. Бұларға құтыру, аусыл, оба сияқты ауруларды жатқызуға болады. Және саңырауқұлақтық. Саңырауқұлақтар деген трихофития ауруын жатқызуға болады. Және де паразитарлық. Таралуы бойынша да жұқпалы ауруларды бірнеше топтарға жіктейміз. Егер жұқпалы ауру белгілі аймақта тұрақты түрде таралып жүрсе, бұны энзоотия дейміз. Егер жұқпалы ауру үлкен аймақты қамтып, жаппай таралса, бұны эпизоотиялық жұқпалы ауру дейміз. Ал егер жұқпалы ауру бірнеше құрлықты қамтып, мемлекеттің шеңберінен шығып кететін болса, онда панзоотия деп аталады. Және де сирек жағдайда кездесетін жұқпалы ауруды спорадиялық жұқпалы аурулар деп атаймыз. Жұқпалы ауруларға қарсы күрестің негізгі механизмі бұл иммунитет жүйесі арқылы іске асады. Иммунитет дегеніміз не? Иммунитет дегеніміз жануарлардың және де жұқпалы емес ауруларға қарсы тұра алу қабілеті. Бұл тікелей қорғанысты қамтамасыз етеді. Бұларды тері, сілекей қабат арқылы, фагоциттер мен интерферондар арқылы, алғашқы тосқауыл функциясы арқылы көрсете алады. Және біз иммунитетті туа біткен және жүре пайда болған иммунитет деп екі түрге бөлеміз. Организмнің зиянды микроорганизмдер мен вирустарға қарсы тұру қабілеті бұл үлкен күрделі биологиялық процесс. Табиғи қорғаныстан бастап арнайы антидене түзілуіне дейінгі барлық кезеңдерді қарастырады. Жаңа айтып кеткендей, иммунитет түзген кезде бүкіл организм қатысады. Оның ішінде осының бәрін басқарушы рөл атқаратын орталық нерв жүйесі. Сыртқы орта жағдайлары, дұрыс қоректену, А және С витаминдер және басқа да витаминдер, фосфор мен кальций сияқты макроэлементтер және жануардың физикалық жай-күйі арқылы жануардың иммунитеті қалыптасады. Иммунитет. Табиғи иммунитет бұл туа біткен және де тұқым қуалайтын қасиет. Белгілі бір түрге тән ерекшелік деп айтсақ болады. Мысалы, адам ит пен шошқаның обасымен ауырмайды. Бұл жануардың немесе адамның анасының құрсағында жатқан кезден бастап қалыптасатын иммунитеті. Ал жасанды иммунитет дегеніміз жұқпалы аурулардың әсерінен пайда болады. Оның да екі түрі бар, активті және пассивті иммунитет деп екіге бөлеміз. Жасанды иммунитет негізінен вакцинация арқылы, яғни организмге әртүрлі биопрепараттар енгізу арқылы қалыптасады. Табиғи төзімділік механизмдері. Бұл дегеніміз не? Механикалық, химиялық және биологиялық қорғанысты қамтамасыз етеді. Механикалық қорғаныс тері эпителийінің механикалық қасиеті арқылы шырышты қабаттардың қорғаныс қабілеті. Егер асқазан сөлінің микроб жойғыш қасиетін, көз жасы мен сілекейдің антимикробтық әсерін алсақ, бұл химиялық қорғаныс болып есептеледі.
Ал фагоциттер, лизоцим, бактерия лизин сияқты қан сарысуында қорғаушы заттар организмді қорғап қалатын болса, бұл биологиялық қорғаныс деп аталады. Жоғарыда айтқан активті және пассивті иммунитет дегеніміз не? Активті иммунитет организм өзі антиденені өндіріп, вакцина енгізгеннен кейін 2-10 күннің ішінде түзіле бастайды. Бұлардың ұзақтығы әртүрлі, яғни егер паратиф ауруына қарсы енгізілген вакцина 6 ай бойы өзінің қарсы тұру қабілетін сақтаса, сібір жарасына қарсы вакцина 1 жылға дейін өзінің ауруға қарсы тұру қабілетін сақтай алады. Ал пассивті иммунитет дегеніміз бұл жылдам әсер еткенмен, ұзақтығы тек 2-3 аптаға ғана жарамды болады. Иммунитет туралы айтқан кезде, біз міндетті түрде антиденелер мен антигендер туралы сөз қозғаймыз. Яғни, антидене дегеніміз организмге зиянды микробтар түскен кезде оларды тікелей жоюға қатысатын ағзадағы ақуызды заттар. Оларды иммундық глобулиндер деп атаймыз, және табиғатта өте күшті қорғаушылық қабілеті бар ағзадағы арнайы иммундық глобулиндер дейміз. Олар негізінен қан түзуші органдар, яғни көкбауырда, бауырда, сүйектің қызыл кемігінде түзіледі. Антиген дегеніміз иммундық жауап тудырғыштар, яғни антиген біздің организмімізге, мал организміне жат денелер. Яғни организмге енген бөгде заттар, олар ірі молекулалы протеиндер мен полисахаридтер. Ағзаға ауру төтеп беретін тұрақты иммунитетті қалыптастырады екен. Микробтар антигендерінің бірнеше түрлері бар. Капсулалық, талшықтық және соматикалық антигендер. Капсулалық антигендер полисахаридтер немесе полипептидтерден құралады. Микроб клеткасының сыртқы қорғаныс қабатында орналасады. Талшық антигендері флагелин белогынан тұрады, термолабильді, яғни 60-80 градус температурада ыдырап кетеді. Соматикалық антигендер полисахаридтер, полипептидтер мен липидтердің күрделі кешені. Термотұрақты, яғни 100 градусқа дейін төтеп бере алады. Бұларға біз сібір жарасының қоздырғышын жатқыза аламыз. Ол 100 градус температураға дейін төтеп береді және топырақта спора түзу арқылы 100 жылға дейін өзінің қоздырғыштық қабілетін сақтай алады. Антигендердің маңызды ерекшеліктері. Спецификалық антигендер және синтетикалық антигендер деп топтастырсақ болады. Спецификалық антигендер капсула мен клетка қабырғаларында болады, вакцина дайындауда негізгі рөл атқарады. Синтетикалық антигендер жасанды жолмен алынады, бөгде заттары жоқ, қосымша тиімсіз әсерлер тудырмайды. Қазіргі таңда синтетикалық антигендер медицинада кеңінен қолданылады, өйткені олар дәстүрлі вакциналарға қарағанда қауіпсіз және тиімді. Сонымен, бүгінгі жұқпалы ауруларға қарсы иммунитет тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге осы тақырыпты кеңінен оқып, осында Word форматында берген лекцияны көшіріп жазып, соның ішіндегі тапсырмаларды орындап келіңіздер. Сабақ аяқталды.